Құрметті оқырмандар, менің бүгінгі кезекті видеом сгущенка пісіруге арналмақ. Орысша сгущенка, енді қазақшасын табылмадым. Мына қайнатылған сүтке шекер салып, соны қайнатамыз. Қазір мен видео барысында қанша салу керек барлығын айтып өтем. Ал шекермен қоса бұл сүтке нан сода қосылады. Сгущенканың дәмді және қою болып шығу үшін осы нан содасы, ас содасы өте көмегін жақсы тигізеді. Ал кеттік ендеше. Сүтті қайнағанша, әбден көтерілгенше пісіреміз. Шамамен 3 литрдей сүтке 1 килограммға жуық шекер қосылады. Барынша шекер қосып аламыз. Сүтіміз болса қайнайын деп жатыр. Және осыған қасықтың 1 литрге негізі қасықтың ұшымен салынады, ал біз 3 литрге жарты қасықтай нан содасын салып жібереміз. Нан содасы, ас содасы, яғни бұл сүттің, яғни сгущенкамыздың әдемі түсті және қою болып шығуына септігін тигізеді. Ал енді сүтіміздің әбден қайнап кеткенін күтеміз. Арасында осылай сапырып тұру қажет. Айтайын дегенім, бұл сүт қаймағы ажырамаған сүт. Қаймағы ажырамаған сүттен сгущенка жасаймыз. Міне, сүтіміз қайнауға сәл-ақ қалды. Қайнағанын күтеміз. Тасытып алмау керек, әлсін-әлсін сапырып тұрамыз. Міне достар, менің сгущенкам жасалу барысы. Сүтім осындай деңгейде қайнап жатыр. Бұл сүтті 1 сағаттан артық уақыт дәл осы қалыппен қайнатамыз. Консистенциясы өзі сгущенкаға ұқсап келе жатқан кезде ғана сөндіреміз. Ал міне, шекер салынды, ас содасы салынды, сүтіміз қайнап жатыр. Сгущенкамыздың түсі жайлап өзгеріп келе жатыр. Міне қайнау барысы. Тағы да сәл қайнау керек, бір жарты сағаттай қайнаса, сгущенкамыз дайын болып қалуы әбден мүмкін. Ал осы баппен қайнай береді. Міне біздің сгущенкамыз әдемі болып дайын болып қалды. Қазір енді бір тәжірибе жасап көреміз. Егер тәжірибеміз дұрыс шықса, онда астын сөндіреміз. Көрсетемін. Кішкентай қасықты аламыз. Сгущенкаға батырамыз. Дәл соны бір тамшы тамыздық. Кішкентай тарелкамызға тамыздық. Енді сол тамшыны бүйтіп жүргіземіз. Тамшымыз ақпайды. Тамшы ақпаса, айнала жағылмаса, сгущенкамыз дайын болды. Ендеше астын сөндіруге болады. Міне, сгущенка дайын. Ал біздерге ас болсын. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде подписаться кнопкасын басуға ұмытпаймыз.